Сәлем достар, егер сіз базардан малданғанға немесе союға мал сатып алмақшы болсаңыз, сатып алған малыңыздың буаз немесе қысыр екенін қалай қарапайым жолмен нақ майданда анықтау жолын білесіз бе? Білгіңіз келсе, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ол үшін бірінші сыртқы бейнелеріне қараймыз. Енелік мал буаз болса, тұтас тұлғасында көптеген физиологиялық өзгерістер туылады. Буаз енеліктердің азықтық талабы артады. Тіпті кей кездері тас топырақты көп жалайды. Қайта күйлемейді, іші бүйірленіп, үлкейе бастайды. Сиыр мен қойдың оң жақ бүйірі, биенің сол жақ бүйірі томпая бастайды. Жүні жылтырап, қимылы баяулайды. Тезектеу, сию үрес саны көбейіп, тынысы жиілейді. Екінші, көз қан тамырына қарап анықтаймыз. Көз қан тамырына қарап тұжырым жасау біршама тура әдіс болып, мал ұрықтандырылғаннан бір ай айналасында бақыласақ болады. Егер буаз болған болса, көзінің жоғарғы ағында айқын үш қан тамыр адырайып көрінеді. Бұл қан тамырлар әдетте бақылағанда ашық көрінбейді. Ал буаз болғаннан кейін қанталап шатыраш қабығының бетіне шығып, қызғылтым болып оңай парықталады. Саулық ұрықтанып 18-21 күн толғанда, сиыр ұрықтанып 45-60 күн болғанда, тіпті төлдегенге дейін көзінің жоғарғы ағының ортасында қан тамырлар жуандайды. Үшінші, ауыз қуысына қарап анықтау. Көз қан тамырына қарап анықтау сияқты ауыз қуысына қарауда біршама дұрыс әдіс. Мұнда ауыз қуысын ашып, тілдің астыңғы жағындағы екі жақ етін тексеріп көргенде, егер түсі ашық қызыл түсті болса, онда буаз болған болады. Егер солғын қызыл немесе қызғылтым болса, онда буаз болмаған болады. Төртінші, құйрығына қарап анықтау. Бұл әдіс көбінде сиырларды анықтауға қаратылады. Әдетте сиырлардың құйрығын қалыпты тік әрі төмен түскен болады. Ал буаз болған кезде сиырлардың құйрығы жанына сәл ауытқиды. Табиғи тік түспейді. Бұл әдіс біршама қарапайым, тек байқауды қажет етеді. Дәлдік дәрежесі біршама жоғары болады. Бесінші, желіне қарап анықтау. Саулық ұрықтанып 45 күннен, сиыр ұрықтанып 4 айдан кейін желін сабасын сала бастайды. Желін бездері үлкейіп, төлдеуге бір ай қалғанда ақ кіреді. Сауып көргенде бозамық көк сүт шығады. Төлдеуге таяған сайын сүті қоюланып, уыздана бастайды. Мінекей көрермен, осылайша малдың буаздығын әрі тез, әрі қарапайым жолмен анықтауға болады. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылыңыздар. YouTube арнадан тіпті де көп құнды ақпараттарды көре аласыздар.